мерекесі келе жатыр. Ал сендер біздің алғашқы ұстазымыз кім екенін білесіңдер ме? Иә, Светлана Шмелова. Ол кісі бізге қалай білім үйретті, қалай алғашқы әріп үйрететінін естеріңізде ме? Иә, менің есімде. Қыздар, жігіттер, сендер естеріңде ме? Бірінші сыныпта Светлана әпкемізге әріп үйретті ғой. Мен сол кезде әріп қалай жасалатынын Құрметті Светлана Жөненқызы, сізді бүгінгі мерейлі мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймын. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дегендей, сіздің нағыз ұстазға лайықты мінезіңіз, сөйлеген жылы сөзіңіз, әрбір айтқан ақылыңыз бізді үздік оқуға қанаттандырды. Сол үшін де сізге мың алғыс. Біздің екінші анамыздай болып кеткен ұлағатты ұстазымыз. Көп жылғы еңбегі жігерленіп, жақында ғана Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері төс белгісімен марапатталған болатын. Сіздің сүйікті шәкірттеріңіз ретінде сізді шын жүректен құттықтаймыз. Жетістіктеріңіз көп болсын, деніңіз сау болсын. Біз сізбен мақтанамыз. Біздің мектептің ұстаздарының бәрі жақсы, бірақ сіздің орныңыз бір төбе. Себебі Светлана әпкей бізді 5-ші сыныпқа дейін жетекшілік етті. Бізді ұстазымыз еркелететін, сынып жұмыстарына көмектесетін, ал қазір басқа сыныпқа жетекшілік етеді. Шынында біз ұстазымызды сағынып жүрміз. Құрметті Светлана Жөненқызы, мен сіз секілді ұлағатты ұстаз болып, сізге ұқсап өскім келеді. Себебі сіздің мәдениетіңіз, сабырлы қалпыңыз, сабақ беру тәртібіңіз маған қатты ұнайды. Осы мерекемен құттықтай отырып, отбасыңызға бақыт, шырынды шаттық тілеймін. Қадірлі, сұлу да қымбатты ұстазым, бізді осы 5-ші сыныпқа дейін жетектеп, білім нәрімен сусындаттырып, барлық қиыншылықта қолдап, әрқашанда жаныңыздан табыла бердіңіз. Сол үшін біз сізді жақсы көреміз.